Мектеп оқып жүрген кезімізде буфеттен 5 теңгеге коржик сатып алып жейтін едік. Қазір сол коржикті үйде жасап көрейік. Рецепт өте оңай. Міндетті түрде рецепті сақтап алыңыздар. Жұп-жұмсақ дәмді болып шығады. Айранға ас содасын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Екеуі реакцияға түсетін болады. Үстінен шекер және сұйық майды құйып, жақсылап тағы да шекер ерігенше араластырамыз. Шекердің ішінде түйірі болмауы керек. Сары майды қосуға болады сұйық майдың орнына. Және де ұнды електен өткізіп жарысын салып, үстіне қопсытқыш салып қамыр илеп бастаймыз. Қалған ұнды салып тағы да толығымен қамырды илейміз. Қолға жабысатын қамыр болып шығады. Онымен жұмыс жасаймыз. 1 сантиметрлік қалыңдықта қамырды жаямыз. Одан жұқа болып кетпесін. Кез келген формада коржиктарды кесіп алып, үстіне айран жағып, 180-200 градустық пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нағима.